Армысың халқым, тарихты тарихманнан тыңда деп бекерден бекер айтпаса керек. Ендеше біз бастаймыз. Бір кездері әлем елдерін үрейге салып мызғымастай көрінген Кеңестер одағы 80-ші жылдардың соңына қарай шаңырағы шайқала бастады. 1988 жылдардың өзінде Балтық елдері тарапынан жаңа одақтық шарт жасау мәселесі қойыла бастады. Мұны әлем елдері үнсіз бақылап отты. Мүмкін астыртын әрекеттер де жасаған болар, кім білсін. 1989 жылғы маусым жаңадан сайланған КСРО халық депутаттарының бірінші съезінде кеңес қоғамының дағдарысқа ұшырау себептерін талдауға талпыныс жасалды. Әрине, бұл ұзақ жылдарға созылған дағдарыстан кейінгі ұмтылыстар болатын. 1989 жылдың күз айлары Қазақстанның жоғары және жергілікті кеңестерінің сайлауы өтіп, алғаш рет балама кандидаттардың дауысқа түсу құбылысы байқалды. 1989 жылғы маусым айында Назарбаев Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысына сайланды. Бұл кездері бұл республикадағы ең маңызды саяси қызмет болатын. Назарбаевтың саяси карьерасына еркін жол ашылды деуге де болады. 1990 жылдардың күз айы КСРО құрамындағы республикалар бірінен кейін бірі тәуелсіздіктерін жариялай бастайды. Ресей Федерациясының тәуелсіздік жариялауы КСРО үшін ең ауыр соққы болып тиді. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып қалуға тырысқан, кеңестік тәртіппен жүріп үйреніп қалған кеңес одағының басшылары еркіндікті аңсап азат болуға ұмтылған Балтық республикаларына қарсы экономикалық және саяси жазалау әдістерін қолдана бастайды. 90 жылдардың сәуір айында жоғары кеңестің ұйғаруымен Қазақ КСР президентінің лауазымы тағайындалады. Демек, Қазақстанда президенттік сайлау өтеді деген сөз. Жоғарғы кеңестің мәжілісінде Қазақ КСР президенті болып Назарбаев сайланды. Бұл 1990 жылғы сәуір айлары болатын. 1990 жыл 20 шілде Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің кеңейтілген 4-ші съезінде жаңа одақтық шарттың жасалуын жақтаған баламасыз шешім қабылданды. 90 жылдың 25 қазаны күні жоғарғы кеңес Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылдайды. Бұл күнді әлі күнге дейін 25 қазан республика күні мерекесі деп тойлап келе жатырмыз. 1990 жылдары Қазақстанда 800 мыңдай коммунист болған екен. 1991 жылы 19-21 тамыз аралығында тамыз бүлігі болды. Ұйымдастырушылар өздерін кеңес басшылығы деп атап КСРОны қайта қалпына келтіруді мақсат етті. Төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитет құрылды. Енді ғана тәуелсіздік ала бастаған сол кездегі тәуелсіз республикалардың басшылары қайтадан одақтың құрамына кіру қаупі төнді. Тамыз бүлігінің нәтижесі бірақ басқаша аяқталды. Жаңа одақтық шарт жасалмады, КСРО келмеске кетті деуге болады. 1991 жыл 23 тамыз Назарбаев кеңестік орталық коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросы құрамынан шығатынын мәлімдеді. Бұл дегеніңіз коммунистер қатарынан кету деген болатын. Яғни 91 жылы 28 тамызда пленумда Назарбаев былай деп сөйледі. Бір тұтас құрылым ретінде енді жоқ, біздің орталық комитет те Қазақстан Компартиясы да бұрынғы қалпында қала алмайды деп ресми түрде мәлімдеді. Осылайша бір кездері коммунистік партияның құрамында болып қаншама артықшылықтарға ие болған, өзінің саяси және жеке мансап жолында біршама жетістіктерге жеткен адамдар сол коммунистік партияның құрамынан шыға бастады. Бағана жоғарыда айтып өткендей, 90 жылдардың соңының өзінде Қазақстанда 800 мыңдай коммунист болған екен. Бұл ресми ақпарат. 1991 жылғы 7 қыркүйекте 4-ші съезде Қазақстан Компартиясы таратылды. Жаңа ұйым құрылып социалистік партия деп аталады. Әлі де болса кеңестік саясаттың лебі бар екенін
байқауға болады. Әлі де болса партиялар социалистік деген атаумен аталуының өзі қаншама жағдайларды аңғартып тұрғандай. Расын айту керек, сол кездегі қаншама халық тәуелсіздік алған жылдары енді не болады? Бұл мемлекеттер қалай дамиды? Және олардың басшылығына кімдер келеді? Біз бұрынғыдай коммунистік партияның басқаруында боламыз ба? Әлде социализм мен коммунизм деген нәрселерден құтылып басқаша өмір сүреміз бе? Мүмкін батыстық жүйеде. Сол кездері қаншама халық әлі де болса хабарсыз болған демократиялық принциптер орнайма деген неше түрлі пікірлер айтылды. Әрине бұл көбінесе Қазақстанның зиялы қауымы деп айтамыз ба, әлде интеллигенция өкілдері немесе саяси қайраткерлердің арасында жүрген пікірталас дегенімізбен, қарапайым халық мұндай мәселелерді түсіне бермейтін. Қарапайым халық ол кездері енді республика басшылығына кім келеді және біз қалай өмір сүреміз? Себебі 90-шы жылдардан басталған ауыр дағдарыс халықтың жағдайын әбден нашарлатып жіберген еді. Нарықтық экономика дегеннің не екенін сол кезде енді ғана түсініп жатқан халыққа бұл оңай болмады. Оны 90-шы жылдары сол қайнаған жұмыстың ортасында жүрген адамдар жақсы білетін шығар. Сонымен 1991 жылғы қазан айында Қазақстан комсомол ұйымы жастар одағы деп аталды. 1991 жылы 8 желтоқсанда Белоруссия, Ресей, Украина басшылары Беловеж келісіміне қол қойып, КСРО-ның таратылғанын бүкіл әлемге жария етті. Минскіде славян басшыларының кездесуінде тәуелсіз мемлекеттер одағын құруға шешім қабылданды. Міне осы жиынға Назарбаевты да шақырғанын кейінгі осы басшылар өзінің естеліктерінде, сұхбаттарында айтқан болатын. Алайда Назарбаевтың сол кезде не тәуелсіздік алуды, немесе одақтың құрамында қалу осындай таңдаулармен басы қатқан болар. Қалай дегенмен де мұны архив құжаттары болсын, кейінгі зерттеушілердің деректерінде ашық жазып та айтып та жүр. Бірақ Назарбаевтың айтар ойы мүлде басқаша. Сонымен 1991 жылы 13 желтоқсанда Ашхабад кездесу өтеді. Орта Азия республикалары мен Қазақстан басшылығы осы жиынға қатысқан болатын. 91 жылы 21 желтоқсанда Алматы келісімде ядролық қаруға қатысты бірлескен шараларды жүргізу декларациясы қабылданды. Осылайша ядролық қаруға байланысты әлем әлі күнге дейін мәселені нақты шеше алмай келе жатқан ядролық қару, яғни КСРО-дан Қазақстанға, Ресейге мұра болып қалған қаншама ядролық қаруға байланысты сол кездің өзінде шешім қабылданып жіберді. Әрине, бұл шешімге байланысты да сарапшылардың пікірлері әртүрлі. Қалай дегенмен де сол ядролық қаруға байланысты қолданған шешімнен кейін Қазақстанның тәуелсіздігіне кепілдік беретін мемлекеттер туралы да әңгімелер біраз айтылды. Сонымен Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның басшылығына келді, бірақ оның да саяси қарсыластары жеткілікті болатын. 2000 жылдан кейін күш алып 2019 жылға дейін салтанат құрған Назарбаевтың түкірігі жерге түспей тұратын кездер емес. Бұл кездері кімнің жеңетіні, кімнің қалатыны әлі де айқын емес еді. Себебі Назарбаев бүкіл халықтық ең танымал адам деп айтуға да келмес. Себебі оның алдында Өзбекәлі Жәнібеков, Еркін Әуелбековтердің даңқы Қонаевтан кем түспейтін. Және Қонаевтың ізбасарлары ретінде Еркін Әуелбековтің есімі жиі айтылғаны да өздеріңізге мәлім шығар. Қалай дегенмен де 91 жылы 1 желтоқсанда Қазақ КСР президентінің сайлауы өтті. Осы кезге дейін Қазақ КСР аталып келген ел енді 1991 жылы 10 желтоқсаннан бастап Қазақстан Республикасы атауын ресми түрде қабылдады. Осылайша тәуелсіз мемлекеттің басшылығына президент ретінде Нұрсұлтан Назарбаев келді. 91 жыл 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі ретінде ресми түрде жарияланды. Халқымыз 2,5 ғасырға созылған тәуелсіздік үшін күресте 400-ге жуық көтерілісті бастан өткізген екен. Соның нәтижесінде 91 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін алды. Осылайша Қазақстан үшін тарихтың жаңа парақтары ашылды.